Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 128-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сан есім. Сан есімдерді табамын, қатені табамын және түзеп жазамын. 32-ші жаттығу. Өлеңді суреттегілердің атын қойып оқы. Бір дегенім бала, еркелейтін анасына дана. Екі дегенім ескек, ұстатты атам естеп. Үш дегенім үйрек, көлде жүзер билеп. Төрт дегенім тас, әрдайым іш ас. Бес дегенім білім, білімді бол інім. Өлеңнің авторы Балдырған журналынан алынған. Санамақты 10 санына дейін өзің жалғастырып көр. 6 дегенім ақыл, тыңдағаның мақұл. 7 дегенім жалау, жүректегі алау. 8 дегенім сөзің, серт беретін кезің. 9 дегенім тоқтау, елдің жоғын жоқтау. 10 дегенім одан, қорқа оны ботам. 33-ші жаттығу. Өлеңнің қатесін түзеп көшіріп жаз. Өлеңдегі қате бір Б әріпінің орнына П әріпін қойып жазамыз. Сонда жіпті сөзі болады. Ал өлеңді оқып көрейік. Жалғыз саусақ тіпті де ұстай алмас жіпті де. Екі саусақ бірікті, ине қолға ілікті. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай. Сан есімді тап. Бұл жерде сан есім екі сөзі. Яғни дара сан есім. Қарамен жазылған сөзді қандай сан есіммен ауыстыруға болады? Бір сөзмен алмастыруға болады, бірақ бұл негізгі сан есім, ал мағынасы сәл өзгеше болады. Алайда жалғыз сөзі бұл жерде даралықты, жалқы болуды білдіреді. Сондықтан оны тура сан есіммен алмастыру қиын болады. Бірақ мағынасы жақын болу үшін төмендегідей балама қолданыстар болуы мүмкін. Бір ғана мысалы, бір ғана саусақ тіпті де ұстай алмас жіпті де. Жеке, сәл бейнелі мағынада, жеке саусақ тіпті де ұстай алмас жіпті де. Осылай жалғыз сөзіне осы сөздерді қойып көруімізге болады екен. 34-ші жаттығу. Құрамында сан есімі бар сөздерді сөзбен жаз. Бірінші бізде түбір, екінші 6 саны, 6 санына Н әріпін қоссақ алтын. Үшінші С әріпіне 10 сөзін қосып, одан аны қоссақ болмай қалады. Одан соң К әріпіне 2 сөзін қосып, кегілік сөзі шығады екен. Дер сөзіне 5 сөзін қоссақ, дербес. 7 сөзіне К әріпін қоссақ, жетік сөздері шығады екен. Шығармашылық үзіліс. 35-ші жаттығу. Серік саяхаттап жүріп бір үйге кезікті. Сол үйде және оның маңайында 3 бұрышты шаршы және дөңгелектер жасырынып қалыпты. Сен олардың санын анықта. Мен өзім есептеп қарағанымда 3 бұрыш 17, шаршы 29, дөңгелек 55 шықты. Ал сен өзің есептеп көрші. Ал сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Жаңа видеоны көріп отыру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Рахмет.